Сұрбадым. Сәлем менің қымбатты көрермендерім. Сіздермен бүгін Айжан. Осындай керемет обстановкада бүгін видео түсіремін деп шештім. Қазір себебі күнделікті видео түсіру үшін мен қазір қарапайым өзімнің өмірімді не істеймін. Қазір жаз айы, малинаның кезеңі, варенье жасайтын шақ. Сондықтан мен параллельно малина жинаймын және де сіздермен әңгімелесіп өзімнің бүгінгі ойыммен керемет бір жағдай туралы өзімнің өмірімде болған кішкентай бопам менің жылап жатыр дауыстары естіліп жатыр. Яғни бүгінгі менің сіздермен айтқым келетін тақырып бұл визуализация және армандар орындалады, армандар картасы туралы айтқым келіп тұр. Негізі өз басым визуализация ондайлардың барлығын 7-ші сыныпта білген едім. Секрет деген киноны міндетті түрде қараңыздар достар. Өте тамаша кино, өміріңізді 180 градусқа өзгертетін кинолардың бірі деп ойлаймын. Өз басымда сондай болды. Және де өзім қалай оны жасадым да, және шынымен мен өмірімде болған ғажайып сәттер, ғажайып бір история дейді ғой, солармен бүгін сіздермен бөлісем. Ең біріншіден мен 7-ші сыныпта визуализация жасай бастадым. Біз ол кезде Орал қаласында тұрдық, және де күнделікті, яғни дневник дейміз ғой, күнделік, мектепке баратын күнделігімнің сыртында мен Ақорданың суретін алдым, және де күнделікті күнде алған сайын портфелімнен, сумкамнан Ақордаға қараймын да, көзімді жұмып, мен Ақорданың қасында жүріп бара жатырғанымды, және де Астанада жүріп, қыдырып жүргенімді елестететін. Күнде, мектептен келесің, күнделікті аласың, қараймын Ақордаға, көзімді жұмамды елестетем. Мектепке келем, күнделігімді тоже алам, күнде аласың ғой, көзімді жұмам, елестетем. 7-ші сыныпта болды. Өте қызық жайт. 7-ші сыныптың қысында, декабрь айында менің ата-анама Астана қаласынан үйін беретін барлық жағдайы бар, яғни просто работайте деп оларды жұмысқа шақырды. Бізге үй берді де, жұмыс берді. Содан 8-ші сыныпта мен сөйтіп ата-анамыз барлығымыз Астана қаласына көшіп келдік. Мен оны ешқашан ойламаған едім, қалай болады деп. Өте тамаша болды. Бір какой-то мистика, не знаю, оны айтып түсіндіру мүмкін емес. Тамаша. Мен сол кезде кәдімгідей сендім соған. Екінші болған визуализация дегенде мен ол менде бірінші курс, екінші курста болды. Қазір күтетімді есіме түсейін. Бірінші курста болды. Бірінші курста «Война и мир» деп аталатын американский бір сериал шықты, новый, актрисасы тамаша, өте әдемі қыз. Соны қарай бастадым. «Война и мир» деп аталатын. Содан қарағанда бір момент болады ғой, кімді аттарын шын айтайын, қазір дұрыс айтпай қалам. Главный героиняны балға шақырады. Сол кезде балда күштетіп, екеуі билеп, бір влюбленными глазами так смотрят друг на друга. Прям өте тамаша бір момент болып қалды. Соны көрдім де, мен өзімде де көзімді жұмып, менде өзімнің болашақ күйеуіммен сөйтіп танысқым келеді дедім да. Осындай тамаша бір романтикалық түрде, интернетпен сәлем қалайсың деп олай танысқым мүлде қаламадым. Бір романтикалық бір кездесу болғанын қаладым өте қатты. Содан сол екеуінің билегендерінің видеосын қарай бердім, көзімді жұмып, өзім биледім, өз-өзіммен бүйтіп айналып тұрдым. И каким-то прям чудесным образом бірінші курс бітіргенде 2016 жылы өзім шаршатып кеттім, нешінші курста оқығанымды күйеуімен. Содан жол жаз айында болды. Сосын ноябрь айында менің ең жақын құрбым мені Назарбаев университетінде қысқы бал болайын деп жатыр, соған шақырды. Мен барғым келмеді, білмедім, көп ойландым, барайын ба, бармайын ба, ол күні менде сабақ болды, сабақтан кейін барайын ба деп. Соны жарайды дедім де бардым. Сол кезде балда мен өзімнің болашақ күйеуіммен таныстым. Тап солай ол мені биге шақырды, екеуміз биледік, таныстық. Сол сияқты да, мен де қазіргі кезде сіздерде не істерлеріңізді білмей, немесе бұл деген көп уақытты алмайды. Тіпті ешқандай бір одан жаман ештеңесі болмайды. Просто көзіңізді жұмып, өзіңіздің қандай өмірді, нені қалайсыз, соны қатты елестетіп, көзіңізді жұмып, ол шын екеніне сеніп, бір
соның болатынына кішкене сеніміңіз болып көзіңізді жұмып елестетсеңіз, бұл визуализацияның құдіреті өте тамаша, және бұл расымен менде осындай жағдайлар болды, және де болашақта болады, тағы да болады деп ойлаймын. Оған сенем. Қазіргі күнде мысалы малина жинап, бір жат істеп, посуда жуып, бір елестетсеңіз, одан ештеңеңіз кетпейді, одан ештеңеңіз алмайды. Керісінше тек жақсы болады. Өзіңіз де тырылсып, талпынып, алға тырысып, сондай бір стимулыңыз да болады деймін да. Вот, достар, осы мен сізбен бөліскім келді. Ертең варенье жасап жатқанда кездесеміз деймін ба. Міне біраз енді бастадым, шын айтайын, енді бастап жинап жатырмын. Негізі жер үйде тұрғанның пайдасы және күштісі осы. Өзіңнің клубникаң, өзіңнің малинаң болады. Мына жерде біздің малинамыз, мысалы қазір артқы жағында алатаулар күшті көрініп тұр. Сонымен осы, достар, келесі кездескенше мен сіздерге тек жақсылық тілеймін. Сіздермен бүгін болған Айжан. Осындай домашняя обстановкада, как она есть, деп түсіріп жатырмын, без никаких этих. Просто огородта малина жинап сіздермен бір әңгімелескім келді. Сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздермен бүгін болған Айжан. Жақсы күндерде кездескенше, достар. Пока.